көбісі қызғып жатыр. Сен етті қалай мариновать етесің, қалай жарып етесің. Сол туралы кішігірім 1,5 минутта түсіндіруге тырысамын. Бізге бірінші ет керек, мощный, казбиевский, бозжановский еттерді алсаңыздар болады. 21 күн именно ферментацияда тұрған, потому что бұл еттер уже жартылай өлі. Если басқа еттерді алсаңыздар, маринованный, басқа олар жарамайды. Негізі бұл етті мариновать ету керек емес. Бұған тек қана тұз, бұрыш, бұл чеснок пен розмарин қоссаңыздар для вкуса болады, короче. Чеснок менде жоқ. И оливковое масло. Вот, тұз бен бұрышына морской соль и обычный бұрышты араластыра салғам, что бөлмес үшін. Вот осылай. Қазір енді дайындаймыз, короче. Бисмилля. Стейк алған кезде именно майы көбін алыңыздар. Майдан қорқпаңыздар. Бұл деген етті сочный, мраморный қылатын, дәмінандай сухой қылмайтын осы май. Сол үшін майы көбін алыңыздар. Короче, салфеткамен сушить етіп алу керек. Бізде салфетка жоқ. Сол үшін біз сразу маринадқа көше береміз. Алдынан артынан мощный қылып. Міне, тұз бен бұрышты етіп аламыз да морской соль. Қосамыз, на бетіне тоже қосамыз. Үстінен оливковое масломен жағып, мощный қылып мариновать етсерде. Осылай примерно жарты сағат 15 минутке қойып қойсаңыздар болады. Чтоб мына тұз еріп етке сіңетіндей. Басқа артық еш нәрсе қосудың қажеті жоқ, потому что басқа артық нәрсе қоссаңыздар, ет өзінің дәмін жоғалтып алады. Маринованный еттерді алып керек емес. Таза осылай тұз, бұрыш, оливковое масло болды, короче. Мына бүйтіп қазір күнге қойып қоямыз. Етті 20 минуттай примерно осылай мариновать етіп қойдық. Енді бұны аламыз да сковородканы кішкене қыздырамыз. Қатты емес, нормально қыздырамыз да и жайлап қоямыз. Қойған кезде осындай пш деген дауыс шығу керек, короче. Қазір 30 секунд сайын бұлай аударып отырамыз да. Сөйтіп 5-6 минут жарить етеміз. И сосын дайын болады. Қатты пережарить етіп жерге болмайды, өйткені бұлар өздері ферментированный, жартылай уже дайындалған еттер. Ортасынан андай розмарин қосатын боламыз. Бұл күшті бір дәм береді тоже. Біздің стейкіміз дайын болып қалды. Майын отдельно тағы бұлай қуырып алдық. Қазір көреміз қалай болған. Bismillah.